Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты зағиптар және нашар көретін азаматтар клубы, Шамшырақ клубы 2001 жылы ақпан айында құрылған болатын. Міне биыл 25 жылдық мерей тойын атағалы отырмыз. Ал енді клубымыздың бағыты мен міндеті қаламыздағы мүмкіншілігі шектеулі азаматтарды бос уақытын тиімді өткізу және шығармашылық талантын дамыту, нығайту мақсатында жұмыс жасап жатырған жайымыз бар. Мен бұл клубта Шамшырақ клубы, негізі ол кезде Шамшырақ деп аталған жоқ. Зағип және нашар көретін азаматтар клубы негізі 2001 жылы февраль айында ұйымдастырылған болатын, әкімнің, осы қала әкімінің жарғысымен. Содан көркемөнерпаздар ұжымы бар, Ермек ағамызбен бірге бастап, хорымызды бастадық, және де басқа да үйірмелерді ақырындап соны жандандыра бердік. Клубта негізі 12 үйірме жұмыс істейді, 12 үйірмеге 125 адам қатысады. Салт дәстүрімізді дәріптегіміз келеді. Біз тіпті қалада ешқайда өтпеген шараларды өткіземіз. Мысалы, шелпек тайым деген бар. Орамал күніне арналған, шляпа күніне арналған. Өйткені біз адамдарды қызықтырып жұмысқа тартқымыз келеді. Шелпек тайым өткізгенде бәрі шелпек пісіріп әкеледі. Ол шелпектің дәмін көреміз, кімдікі жақсы, кімдікі қандай рецептпен бөлісіп, ортада дастархан жайып шай ішеміз. Мысалы, ерекше шара ғой, халықты қызықтыру, тарту, енді көздері көрмейтін адамдар тамақ пісіру деген ол да өнер ғой. Гауһартас халықтық қор ұжымы жетекшісі Ермек Баяшев. Былтыр ғана осы Гауһартас халықтық қор ұжымының 20 жылдығын Семей қаласының қалалық мәдениет сарайында үлкен концерттік бағдарламамен атап өткен болатынымыз. Ол концертіміз ән әлемінің сәулесі деп аталған болатын. Қордың айту стилі сол академиялық стиль, классикалық халық әндері және Қазақстан, орыс, шетел композиторлардың шығармаларын орындаймыз. Фестивальдарға қатысқанбыз, талай конкурстарға қатысқанбыз. Жеңімпаз болып шықтық, грамота, дипломдарға да ие болдық. Талай қалаларға да қыдырғанбыз. Астана, Павлодар, Өскемен қалаларында республикалық дәреже, халықаралық дәрежелеріне шығып жүргенбіз, қатысып жүрдік түгеліне. Анандай кәсіби хор емес, кәсіби орындаушылар емес, өздері жүректерінің қалауымен келіп отыр, өздеріне ұнайды, ұнағансы келіп қатысады. Қатысқан соң сол неше түрлі қиыншылығын да, оның шешілігін бәрін көріп отыр өздері. Көріпкенмен өздері ләззат алады, жақсы орындауына қарап өздері уже ләззат алып отырады. Халықаралық, әсіресе халық әндерін тыңдаса, өздері жаяу орындайтын әндерін, дастарханда жай айтатын өндерін бірнеше дауыспен бөлгенде өздері көп көрім ләззат алып қалады сол әндерден. Одан кейінгі үйірмелер енді техникалық үйірме интеграция деп аталады. Ол үйірмеде
жаңағы біздің клуб арнайы болғандықтан мүмкіншілігі шектеулі азаматтардың арнайы ұялы телефондарында, компьютерлерінде арнайы бағдарлама болады. Сол бағдарламаларды үйрету үшін жетекшілік ететін Андрей Воронин деген азамат өзінің үйірмесінде жұмыс жасайды. Сонымен қатар Жарқын тобы бар. Бұл Жарқын тобын Жарқын Ербусанов деген музыкант ағамыз қаламызға белгілі азамат басқарып отыр. Осы азаматтың да, Жарқын Ербусановтың өнер жолында, шығармашылық жолда, сахна төрінде жүргеніне жарты ғасыр уақыт болған екен. Қазіргі кезде техниканың жаңа аппаратура дейміз ғой, дамыған кезі, ілгері кезінде біздің мына клубта инструмент жаңағы аспаптар дейміз ғой, жеткіліксіз болған. Кейінірек спонсорлар бізге сол аспаптар, инструменттер сатып алып бергеннен кейін біздің клубқа келушілердің қызығушылығы арта түсті. Өйткені жаңағы заманауи үндестікпен қосыла жаңадан орындалатын әндердің сапасы да өзгеріп, соның арқасында біздің жаңағы үйірме жүріп жатыр бізде. Ақбота, Жасталап балалар үйірмелері бар, спорттық үйірмелер бар. Спорттық үйірмелер жаңағы шахмат, дойбы, дене шынықтыру, осындай үйірмелер жұмыс жасайды. Басасын бас, сонда мына мен қолымды ашу керек қой. Мына саусақтарды ашу керек. Міне мен сияқты. Әртүрлі сайыстарға қатысып, біздің көз мүгедектері арасында енді армрестлинг дейді, қол күрестен үлкен жеңімпазымыз бар, чемпионымыз бар. Шахматтан әлем чемпионы шықты. Ол Қабжанов болады, қазір зейнеткер азамат. Сонымен қатар штангыны жатып сығымдау мүмкіншілігі шектеулі азаматтар. Спорт енді маған енді үйде отырмаудың амалы ғой. Негізі спорт жақсы ғой, қимылдаған. Мен мұна өзім сияқты тағдырластарға айтар едім, спортпен шұғылданған дұрыс. Көп көмегі бар ғой. 2012 жыл болды, ол кезде мен біраз жаста болдым. Сол кездері бір осы семейге сол жаңағы мега-шоудың уәкілдері келді де, бір бағым сынайыншы деп, сол кезде мына қалалық мәдениет сарайында бір конкурс болып жатыр екен, сондай кастинг. Соған барып қатысқан болатым, содан шақырып, Алматыға шақырып, Алматыда сол жаңағы мега-шоуға қатыстым. We are the children, we are the ones when by the day, so let's start giving. That the choice we're making, we're saving our own life. It's to make a better day, just you and me. Well, send in your heart. Марат, спасибо. Мое однозначное железное «да». Я с восхищением говорю вам «да». Спасибо, спасибо большое. Не верится. Я говорю безупречное «да». Спасибо. Спасибо большое. 3 «да», и вы продолжаете оставаться в нашем проекте. Ол енді ол мега-шоуды мысалы бір айда ма, 2 айдың көлемінде көрсетті ғой деймін. 2-3 ай ма әйтеуір сол көрсетті. Негізінде ол бір 3-4 күннің ішінде тез болғандықтан менің денсаулығыма байланысты кішкене қиналдым. Олардан сұрадым, мен көмекші керек еді, маған ертуші деп. Бірақ олар айтты, ондай бізде жағдайымыз жоқ. Сіз қатысам десеңіз қатысыңыз деп. Сөйдеген соң біраз сол аяғына дейін шыдағандай болдым, кішкене қиындау болды әрине. Бірақ енді мына біздің апамыз Нағима Гамдуллина, сол кісі біраз өзі бүйтіп тартып сөйтіп ана полуфиналға жеткен болатын біз енді.
сол анау өлеңдерді бүйтіп береді, кешке өлеңдерді береді, әндерді береді, соны жаттап аласыздар да ертеңде айту керек болады. Өздерінің сол нелер, условиялар болған. Содан біраз қиналдық, енді сол әйтеуір сол полуфиналға жеттік. Әрине, мүмкіншілігі шектеулі азаматтардың, оның ішінде көздері көрмейтін азаматтар, ерекше жандар ғой қаламыздағы. Сондай ынтамен осы жерге жиналатынына, әрбір дайындық репетицияға бәріне тура ынтамен келеді. Бір күннің боранына да, суығына да қарамайды. Енді халықтық хор мысалы 20 жыл бойы сақталып келе жатыр. Өздерінің ынтасымен, қызығушылықпен қатысады. Әртүрлі қаламыздың мекемелерінде концертпен шығып жүрміз. Мысалы, наркологиялық орталық, диагностика орталығы, психоневрологиялық орталық, мүгедектер мен қарттар үйі, әскери бөлімдер, оның ішінде әскери госпиталь бар. Музыка дегенде ол бөлек сондай тылсым құпия әлем ғой. Ол енді біреуге беріледі, біреуге берілмейді. Сондықтан мына зағип адамдардың музыка сезу қабілеті өзгеше болады, жай адамдармен салыстырғанда. Музыканы бұлар өте терең түсінеді, сондай қабылдайды терең. Сондықтан музыканың, жаңағы өнердің бұларға деген ықпалы өте зор. Енді ол музыка деген бұл енді Алла тағаланың берген үлкен сыйы ғой. Құдай тағала берген, өзі адамзатқа, адамға берген бір үлкен талант. Енді мысалы біз көзімізді алып қойса да, көзіміз болмаса да, біз сол музыканың арқасында көп жетістіктерге жетіп, осы еңбек етіп, бала шағамызды асырап жүрміз ғой, шыны керек. Музыка бізге және де өзінің қиналған сәтте, адам өзі қиналған сәтте, және де бір ойлы сәтте, және де бір қуанышты сәтте өзі музыка тыңдайды ғой көбінесе. Бізде клубтың бір белсенді мүшесі Мереке Әлмұратов деген жігіт, жас бала, көзі көрмей, осыдан 5-6 жыл бұрын клубқа бір жай шахмат, дойбы ойнауға келіп жүретін. Содан мен сол балаға бір тақпақтарды оқытып сахнаға шықсаңшы, былай дикциясы бәрі жақсы, өзім тәрбиелей бастадым. Сен осыған кеш осы жерден сен өз орныңды табасың. Осы жерден мен айтпа дедім, осы жерден сен үйленесің деп сөйтіп айтатын. Сол бала өзі өлең шығаратын болды. Сөйтіп Шымкент қаласында өткен бір байқауда, ол арнайы кітапханада өткен ғой. Сол жерде өзінің қазіргі тұрып жатқан жарымен танысып, сөйтіп отбасын құрып отырған жайы бар. Қарасаң, тағдыр ғой енді мысалы. Осы жерде жүрген кезде өлең шығарып бастаған болатын. Ұмтылып келемін деген өлең шығардым. Соны Шымкент қаласындағы бір байқауға жібердім. Мөлдіреген жыр сезім деген. Сол жерде өзімнің жарыммен таныстым. Оның өзі бір қызық бір кезең болды. Сөйтіп өнердің арқасында өзімнің жарымды таптым десем де болады. Қайсаржан деген енді әркімге Алла тағала өзі бір сынақ беретін шығар. Сондықтан енді оны адам өзінің ішкі дүниесімен сол сынақты көтере білсе, сол қайсар адам деп есептеймін. Енді мен кейде өзім ойлаймын, кейде кісілерге айтқым келеді, екі көздеріңді тас қып жұмып, 3-4 шат далаға шығып келіңіздерші, көресіздер деп. Сондайды өзім ойлағанда, қалай айтсам, айтар едім, ерекше жандар. Негізінен Алланың берген сынаққа шыдау керек. Ол енді сынақты да шыдайтын адамға береді ғой, негізі. Олардың көзқарастары да жаңағыдай өмірге деген өзгереді. Өмірге құлшынысына арта түседі. Бар менде мәселе көздеген, емдеуге келмейтін, әттең ай, сөзбенен, сонда да арманым бар, қол созым жердегі, жақсыны көру ғой, мақсатым көздеген, арманым мықты ғой, кедергі көрмеген, мен оны жолымнан тіпті де сезбегем, қол созған арманға қалайда жетем деп, бәріңе мен сөз берем.